Қайырлы таң, құрметті көрермендер. Қазір мінекей біз Алматыдағы ең үлкен бақ Эдуард Баум тоғайында жүрміз. Ұзақ уақыттар бойы осы бақтың негізін салған Эдуард Баум деп айтып келді. Бірақ негізінде тарихта олай емес. Алматыдағы Баум тоғайы 1930 жылдарға дейін Мүттайым бағы аталғандығы жайлы деректер бар. Сауда керуендерін осы Мүттайым бақтың сыртында уақытша ұстап, базарға шығаратын кезде осы бақ арқылы өткізіп әкеліп отырған. Ұзақ уақыт бойы осы бақтың негізін Баум салған деп есептеді. Алайда өлкетанушылар мен мұрағатшылардың зерттеулері бұл тоғайдың бұрыннан бар екендігі, яғни Баум келгенге дейін пайда болғанын көрсетті. Эдуард Баум Пенза бау-бақша училищесін басқарған балтық немісі Оттон Баумның отбасынан шыққан. Ол 1875 жылы осы жерге келеді. Өзі орман зерттеушісі болғандықтан өзімен бірге декоративті ағаштардың дәндері мен көшеттерін әкеліп, осы тоғайды көгалдандыру жұмысына еңбек етеді. Сол еңбегі үшін тоғайға Баум атауы беріледі.